Hello friends, біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз adjectives, сын есімдер. Сын есімдер заттың, құбылыстың сынын, сапасын, сипатын, түрін, түсін, тағы да басқа қасиеттерін білдіретін сөз табы. Ол қандай деген сұраққа жауап береді. Ағылшын тілінде what деген сұраққа жауап береді. Ағылшын тілінде сын есімнің 3 шырай түрі бар. Жай шырай, simple degree, салыстырмалы шырай, comparative degree, күшейтпелі шырай, superlative degree. Мысалы, Жансая is younger than her grandmother. Жансая өзінің әжесінен көрі жасырақ. Бұл жерде біз Жансая мен оның әжесін салыстырып тұрық, яғни жасын салыстырып тұрық. Younger than дегеніміз осы жерде салыстырмалы шырай. Келесі мысал, бізде мына шетте 3 түрлі ит берілген. Біріншісі үлкен ит, a big dog. Екіншісі үлкенірек, bigger. Үшіншісі the biggest, ең үлкен ит. Бұл салыстырмалы шырайымыз біздің bigger, comparative adjective. Ең үлкен, күшейтпелі шырайымыз superlative adjective. Егер сын есімнің жай шырай түрі бір буыннан тұрса, ол кезде салыстырмалы шырай er жұрнағы арқылы жасалады. Ал күшейтпелі шырай es жұрнағы арқылы жасалады. Мысалға, strong, stronger, the strongest. Егер де сын есім 2 немесе 3 буыннан көп болса, салыстырмалы шырай more сөз арқылы, ал күшейтпелі шырай the most сөз арқылы жасалады. Мысалға, beautiful, көп буынды сын есім бұл. More beautiful, the most beautiful. Ал бұл сын есімдердің арасында да салыстырмалы және күшейтпелі шырайлы ережелерге бағынбайтындары да бар екен. Негізі любой жерде бір ережеге бағынбайтын, өз бетімен жүретін нәрселер болады. Ал кеттік. Мысалға, жай шырай, салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай. Good, салыстырмалы шырайда bad, күшейтпелі шырайда the best. Келесі, bad, worse, the worst. Far, farther, the farthest. Old, older, the oldest. Many, more, the most. Little, less, the least. Достар, осы айтқан таблицада салыстырмалы шырайда er жалғанбайды ешқайсысына, ал күшейтпелі шырайда es деген жұрнақ жалғанбайды. Осы таблицаны жаттап алыңыздар. Good бұл жақсы деген сөз. Better жақсырақ. The best ең жақсы. Bad жаман. Worse жаманрақ. The worst ең жаман. Мысалға, you have got better handwriting than I have. Сенде маған қарағанда қолжазба жақсырақ. Яғни бір адам сенің почеркің маған қарағанда жақсы деп тұр. Келесі, one should choose the best alternative out of the worst. Нашар баламаның ішінен ең жақсысын таңдау керек. Достар, менімен болғандарыңызға рахмет. Bye-bye.